Үйдегі қатып қалған нан, лепешкалар тастауға асықпаңыздар. Одан өте тойымды, қытырлақ, керемет таңғаш жасауға болады екен. Әсіресе балаларға қатты ұнайды. Алдымен парақшама тіркелмесеңіз, дәл қазір тіркеліп алыңыз. Енді лепешканы осылай үстіңгі бөлігін кесіп алып алатын боламыз. Ортасынан бөліп, арасына енді кетчуп жағамыз. Қалауыңызша майонез қосып жақсаңыз да болады. Үйде не бар, барлығын арасына қоса берсек болады. Бұл жерде мен тек колбаса қостым және қызанақ, сонымен қатар сырды да қосамыз. Сырды үккіштен өткізіп, немесе осында үлкен күйінде турап қоссақ болады. Тіпті арасына жұмыртқа қосып жіберсеңіздер де болады. Енді үстіңгі бөлігін жауып, лепешкамыздың қызып тұрған пеште 180 градуста 6-7 минутқа салып аламыз осылай. Ал оған дейін чудо средством таза порошогымен плиткамның бетін жалтыратып алдым. Енді бұнымен мен ыдысты да, киімде де жуып жүргем. Мына жерде қатып қалған, сырылып қалған, сызылып қалған плитканы жуайын дедім. Бір қасық порошок салып ыстық суды құйдым. Негізі 10-15 минут күту керек. Мен оны күтпей 5-6 минуттан кейін дәл осылай тряпкамен бетін жуып алдым. Ысқылап күшіңізді сүріп, тіпті сыммен қырудың да қажеті жоқ, онда краскасы сырылып қалады. Сол себепті жай осылай ғана сүртіп алдым. Соның өзінде осылай кірі әбден езіліп бетіне шыққан болатын. Жалтырап, таза порошокты мен үнемі оригинал нұсқасын Каспий дүкенінен тапсырыс беріп аламын. Таңғы асымыз дайын болды. Сырты қытырлап, іші жұмсақ пицца сияқты керемет болып шықты.